Сәлем достар, бұл менің ағылшын тілінен бірінші видео сабағым. Менің киіміме мән бермейміз. Осы сұрақ сізге де келген шығар, иә? Неге бірден ағылшынша сөйлеп кетпейміз? Тоқта, бірінші бұған тоқтамай тұра тұрайық. Бірінші ағылшын тілін не үшін үйреніп жатқанымызды талқылайық. Давай, ручкамен қағаз ал. Енді соған не үшін ағылшын тілін үйреніп жатқаныңды жаз. Және себебін де жаз. Жазып болсаң, егер осы жазған, сенің қағазыңа жазған ағылшын тілін үйрену себебің бұл международный тіл, оны үйренген бір кезде пайдасы тиіп қалар дегенің, бұл сенің международный дегенің, бұл уже сені осы жерден тоқтата салатын тормозың болады. Қалай ол? Дейтіндерге айтарым, ол международный тіл. Оны білмеу сен үшін вообще маңызды емес. Вот, осы сенің тормозыңа айналады. Мысалы, менің арманым ағылшын тілінен мектепте мұғалім болу. Сөйтіп жарқын болашағымды өз қолыммен жасау. Міне, осы себеп, осындай бір мысалы IELTS 9-дан 9 алғым келеді деп тұрып үйренетін болсаңыз, онда сізге айтарым, сол прям үйренгіңіз келіп, ішіңізден құштарлығыңыз ашып тұрса, онда сіздерге бір кеңесім бар. Ондай кезде сіздердің міндетті түрде бірінші кезекте vocabulary болу керек. Vocabulary, this is your сенің сөздік қорың. Егер сенің сөздік қорың қанша көп болса, деңгейің де солай өсе береді. Енді жаңағы мәселеге тоқталайық. Біз қанша уақыт ОПК, анау-мынау офлайн сабақтарға барсақ та, бірден неғып сөйлеп шықпаймыз деген сұрақ келетін шығар, иә? Осы сұрақ мысалы үшін менің мына жеріме келді. Біз қаншама жылымызды арнап, көзіміз ағып түскенше оқысақ та, beginner деңгейінде жазып жүрсек, онда деген мен осыған ойбай дедім. Жай ғана біз сөйлемнің құрылу әдісін білмейміз. Вот, это большая проблема. Осы үшін біз каждый жылымызды арнаймыз. Сендерге көп сөз бақтамай айтайын. Бірінші бізде міндетті түрде бастауыш тұрады. Бастауыш subject. Subjecттен кейін бізде баяндауыш тұрады. Баяндауыш verb. Verbтен кейін толықтауыш тұрады. Толықтауыш object. Objecттен кейін мекен, одан кейін мезгіл болады. Осылармен сөйлем құрасаңыз, міне сізде уже сөйлем дайын. Мысалы, менің құраған сөйлемім. I drink coffee in the kitchen every morning. Қарапайым болса да, уже сіз сөйлем құрауды үйреніп атсыз. Так что бұл да сізге күнде жасаған бір әрекетіңізден плюс болып тиеді. Екінші кезекте vocabulary'ден кейін бізде listening. This is, бұл мысалы біз Америкаға ұшам, IELTS-тан нандай бал алғым келеді дейміз да. Бірақ осы үшін өзің сөйлегеннен кейін өзгенің айтқан сөзін өзің анық түсіне білуің керек. Бұл listening сендерге міндетті түрде қажет болады. Listening менде төмен, нашар дейтіндерге айтарым, көбіне beginner деңгейлеріне. Сендер просто бір кісі сендерге айтып тұрады да, бір или болмаса телефондарынан shadowing practice деп іздесеңдер, соны қосып қоясыңдар да, өздерің диктовать етіп жазасыңдар. Білем, ол кезде просто көп қате болады, но ол сенің екінші мұғалімің. Вот тебя. Саған, плюс береді осыда. Сөйтіп жазып болғаннан кейін, қай жерің қателестің, соны қара. Міне, осы арқылы сен қатемен жұмыс жасайсың, еще осының аудармасын біліп, еще vocabulary'ңа сөз қосасың. Міне, осының өзі саған уже плюс болып тиіп жатыр да. Бірақ shadowing practice деген кезде өз деңгейіңде жазасың. Мысалы, мен shadowing practice is beginner деп тұрып іздеңдер. Айтпесе, жоғарғы деңгейдікі болса, сендерге кішкене
қиындау болады да. Больше сендер жай-жаймен осылай немен сатымен үйренсеңдер, это тебе полезно. Достар, мен осы құрылымды білмеймін, 300-ден аса сөз жазғам. Бірақ осы сөздер жаттасам да, күнде жаттап білсем де уже деген уже бүйткім келеді. Жоқ, сөз жаттадым, бәрібір сөйлем құрай алмайын, тастайын болды. Сөйткім келді да. Жай ғана осы құрылым менің сөйлеуіме көмектесті. Мен осындай файл арнаған болатынмын. Бәріне жазған жоқпын енді. Міне мынау менің 2 сағатымды арнап жазған осы vocabulary. Бұл бізде мынау vocabulary ағылшын деңгейінде A2-дан B2 деңгейіне көтеретін сөздік. Бұл жерде менде білмеймін қаншама қолым сынып кеткенше жазған ғой. Менде дегеннен қарасаңдаршы, ойбай. Міне 373 сөз жазған. Ал мына жақта уже менің ағылшын тілінде 12 шақ бар. Ойбай. Вот соларды жазғаным. Так что менің видеоларымды үзбей көрсеңіздер, мен келесі видеомда осы грамматикалық vocabulary'імді сендерге өзім сол сабақ видеома көрсететін боламын. Окей? Сол кезде скриншоттап үлгеріп қалыңыздар. Goodbye.